Сәлеметсіздер ме балдар? 29 сабақ массаның өлшем бірліктері. Бірінші есепте суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер дейді. 3 түрлі сурет берілген, соның ішіндегі үлкен және кішкентай қарбыздардың массасын анықта дейді. Яғни мына жерде кіші қарбыз көрсетіліп тұр. Кіші қарбызымның кертасы 2 килограмм деп беріліп тұр. Демек, кіші қарбызым менің 2 килограмм екенін көрініп тұр. Ал үлкен қарбыз бізде 2 кер тасы берілген, мына біреу 5, біреу 1 килограммда, сонда жалпы 6 килограммдық екен. Одан кейін қай қарбыздың массасы екіншісінен артық неше килограмм? Яғни бізде үлкен қарбызымыз 6 килограмм болса, кіші қарбызымыз 2 килограмм. Сонда бізде 4 килограмм болады. Сонда жауап беруге болады. Үлкен қарбызымыз 4 килограмм артық дейміз. Үлкен қарбыз 4 килограммға артық деп жауап береміз. Номер 2 есеп. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. Бірінші есеп, 1 центнер қант сатып алу үшін 10 килограммдық қант салынған неше қап қажет болады? Яғни 1 центнер менің 100 килограммға тең екенін біле отырып, сонда санаймыз. Егер 10 килограммнан нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, жалғастырамыз қосуды, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, 10 қабың бізде 100 килограмм шығады екен. Мына бірінші сұраққа жауап берді. 1 центнер қант сатып алу үшін 10 килограммды қант салынған неше қап қажет? Яғни 10 қап қажет деп жауап береміз жауабында. Мына оның шешімін отыр. 25 килограммдық неше, 50 килограммдық неше? Егер 25 килограммдық керек болса, 25 килограммнан 2 50, 3 75, 4 100 килограммды береді екен. Яғни 100 килограмм. Жауабында егер 25 килограммдық бізде 4 қап қажет болады. 50 килограммдықтан 50 килограмм қосылған 50 килограмм бізде 100 килограммды береді. Сол себептен 50 килограммдық бізде 2 қап қажет болады. Жақсы балдар. Салыстыр дейді. 1 центнер 10 килограмм. Яғни біз білеміз 1 центнерім 100 килограмм екен білеміз. Сол себептен біз жерде 1 центнеріміз үлкен болады. 8 центнер, 7 центнер. Әлбетте 8 центнеріміз үлкен болады. 10 килограмм 1 центнерім екеуі бір-біріне тең болады. 65 килограмм 7 центнер. Яғни 65 килограмм көп пе, әлде 100 килограмм көп пе? Әлбетте 100 килограмм, демек 1 центнеріміз көп деп жауап береміз. Жақсы. 4-ші есеп номері, 4-ші есеп. Мынадан астындағы неше центнер кем дейді. Демек, мұнда жазамыз 6 центнерден 1 центнерді азайтсақ, 5 центнерге кем деп жауап береміз. Одан кейін 8 центнерден азайтам 3 центнерді, 5 центнерге кем. Одан кейін мұнда 10 центнер азайтам 5 центнер, 5 центнер. Яғни байқап тұрсаңыздар, бұның барлығы 5 центнерге кем екенін көріп тұрмыз. Жақсы. Екінші есепті қызылмен. Неше центнер артық? Яғни центнерден 10 центнерді азайтамын, 40 центнер болады. Келесі 60 центнерден 20 центнерді азайтсақ, 40 центнер болады. Келесі 70 центнерден азайтамын, 40 центнерді болады, 30 центнер болады. Демек, неше центнер артық, яғни
40 центнер артық. Артықты білдіреді. Артық. Жақсы балдар. 5-ші есеп сәйкестендір ауызша дейді. Өлшем бірліктері егер центнер болатын болса, онда ол масса болады бізде. Масса болады. Онда оны біз Б деп белгілейміз. Литр болатын болса, ол сыйымдылық бізде. Екінші литр болатын болса, ол сыйымдылық. А. Сантиметр бізде ол ұзындық өлшемі болады. Демек, Ә болады. Жақсы. 6-шы есеп. Есепті шығар. Анам екеуміз бақшада бірнеше килограмм шие тердік. 13 килограмм шиеден анам шырым дайындағанда 18 килограмм шие қалды. Анам екеуміз неше килограмм шие тердік? 8 килограмм, яғни шешуін былай жазамыз. 18 килограмм қалды деді. 13 килограммнан шырын жауып еді, барлығын табуымыз керек. Демек, 18-ді 13-ке қоссақ, яғни 10-ды 10-ға қосамыз, бірліктері 8 бен 3-ті бөлек қосамыз. Сонда 10-ға 10-ды қоссақ 20, 8-ге 3-ті қоссақ 11, жалпы 31 килограмм. Жауабы анам екеуміз 31 килограмм шие тердік. Жақсы. 7-ші есеп. Номері 7-ші есеп. А есебінде бірінші сөмкеде 1 килограмм сәбіз және 2 килограмм қияр бар. Яғни, бірінші сөмкеде 1 килограмм сәбіз бен 2 килограмм қияр бар. Жалпы 3 килограмм бар екен. Бұл бірінші сөмкеде. Ал картоп бізде екінші сөмкеде. Картоп екінші сөмкеде 4 килограмм бар екен. Екінші сөмке. Демек, 4 килограмм көп пе? Бізде 3 килограмм көп пе? Әрине 4 килограмм екінші сөмке ауырлау. Жауабы екінші сөмке ауырлау. А есебі салыстыр дейді. Мұнда А есебін жазайын. 1 центнер азайту 32 килограмм дейді. 1 центнерде бізде 100 килограмм бар еді. 32 килограммды азайтатын болсақ, бізде 68 килограмм болады. Ал 1 центнерден 23 килограммды азайтатын болсақ, яғни 100-ден азайтам 23-ті болады 77 килограмм. Біріншісім 68 килограмм, екіншім 77 килограмм. Мұны жақты көптеп белгілейміз. Екінші есеп. 62 килограмм қосамын 38 килограмм. Екеуін қосатын болсақ, 8-ні қосып жерсем 70 болады. 70-ке 30-ды қоссам 100 килограмм. Яғни немесе 1 центнер болады. Ал 52 килограмм қосамын 38 килограммда. 8 қос жерсем 60 болады. 60 қосы 90 килограмм болады. Яғни 100 килограмм көп пе? 90 килограмм көп пе? Әлбетте 90 килограмм деп 100 килограмм деп жауап береміз. Жақсы. 8-ші есеп. Шеберханада 1-8 ойыншық жасалды. Оның 7-еуі темірден, ал 8-шісі ең жеңілі ағаштан дайындалды. Кіртастарды пайдаланбай 3 рет өлшеп арқылы жеңіл ойыншықты қалай табуға болады? Шешуі, сонда бізде 8 ойыншық бар, 8 ойыншық бар. Егер де сол 8 ойыншықты біз 3-тен бөлетін болсақ, 3-тен бөліп тараза қойсақ, ол теңеседі. Бірінші шығару жолы. Бірінші жолы 6 машинаны 3-3-тен таразының 2 жағына қойсақ, таразының 2 жағы бізде теңеседі. Мұна теңесті. Ал екінші жағдайда мұна қалған 2 ойыншықты таразының 2 жағына қойып көрейік. 2 ойыншықты таразының 2 жағына қоятын болсақ, таразының 2 жағына қоятын болсақ, ауыр ойыншығы, яғни ауырлау ойыншығы таразыны басып кететін көрініп тұр. Жақсы балдар, осындай қызықты есептерді құрастырып шығарсаңыздар болады.